Әйеліме жасаған тағы бір қателігім, басында үйленгенде мен үйіңе бара берме, сөйлесе берме, звондай бермесін деген сияқты сондай ойда болдым. Себебі сөйлесе берсе, звондай берсе, ол біздің үйге үйрене алмайды деген сияқты. Ана жақтан үйретіп отырады. Сонымен ойы бұзылады, маған қарсы келеді, қырсығады деген сияқты. Әйеліне солай үйіне шақырса, келіп тамақ ішіп кетіңдер, немесе хабарласып сөйлесіп жатса, мен ұнатпайтын едім, шыны керек. Ол да менің жаман ойымнан, жаман қателігім. Былай қарап тұрсаң, онда тұрған еш нәрсе жоқ екен. Қорқатын нәрсе емес жігіттер. Ол бөтен біреу емес, өзінің анасы, өзінің бауырлары, жақсы көреді, сағынады, шақырады. Ол сенің әйеліңді азғырып, бұзып, жаман нәрсе үйретпейді. Сен өзің жақсы болсаң, әйеліңе жақсы қарасаң, әйеліңмен тату болсаң, онда еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Қанша жамандаса да мейлі, кінәласа да, главный сен жақсы болып, өзіңе деген сенімді болсаң, ол әйелің сөйлесе берсін, бара берсін, араласа берсін, наоборот жіберіп тұр. Сен де барып тұр, сен де оларды сыйла, сен де ол жаққа жақсы қара, жақсы оймен. Ал жаман ойда жүретін болсаң, сен әйеліңе жақсы қарамасаң, жылатып, қорлап, әйеліңе көңіл бөлмей, сондай болып жүретін болсаң, онда жамандағанда әдемілеп тұрып жамандайды, кінәлайды, саған атака шабуыл жасайды, әйеліңнің шамасы келмеген екен ата-анасына айтқызады. Сонымен өзіңнің жағдайың қиындайды, мәселең, проблемаң сен өз басыңа өзің тудырып аласың. Сосын жақсы ойда жүрейік, жақсы амал жасайық, әйелімізге жақсы қарайық, сол кезде еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Құдайдың өзі бүкіл жамандықтан сақтайтын да, жамандықты, сынақты беретін де Құдай. Құдай үшін жақсы бол.